Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен мен Айкерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін өте оңай әрі тез дайын болады және де дастархандарыңыздың көркін ашатын тойымды салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, видеоның соңына дейін бірге тамашалайық достар. Мен бұл салатымды үйдегі бар заттарымен жасадым. Сіздер де үйдегі бар заттарыңызды орнын алмастырып жасай берсеңіздер болады. Бұл салатымызға барлық құрамындағы заттардың барлығын бірінші қайнатып алатын боламыз. Менде мына жерде картоп қайнатылған, сыртын ашып, үккіштің көмегімен осындай майда көзінен өткізіп, салатымыздың ең астыңғы бөлшегіне қоятын боламыз. Менде мына домалақ форма салаттың формасын ұстап тұру үшін мен дәл осылай қойдым. Сіздер де өз қалауларыңызша салаттың формасын жасап қойсаңыздар болады достар. Ең астына мен картопты салдым. Картоптан кейін осындай тауық етін жақсылап қайнатып, оны да көбіктеп, майдалап турап, үстіне салатын боламыз. Тауықтың етін салмас бұрын картоптың үстіне әр слойға, яғни тұзымыз бен майонезімізді дәмін келтіру үшін сеуіп отырамыз. Осы тұз бен майонезді ұмытып кетпеңіздер достар. Енді осының үстіне жаңағы тураған тауықтың еттерін біркелкі етіп орналастырып шығатын боламыз. Арасына тұзымыз бен майонезімізді себуді ұмытпаңыздар. Келесі кезекте қайнатылған қызылшамызды да теркамыздан өткізіп алатын боламыз. Қызылшамызды да біркелкі етіп ішіне орналастырып шығатын боламыз. Арасына тұзымыз бен майонезді себуді ұмытпаймыз достар. Енді осының үстіне мен бандуэльдің бұршақтарын салдым. Сіздер бұршақ салсаңыздар да болады, немесе бұршақты біздің маринадталған огурцымызбен алмастырсаңыздар да болады достар. Қайсысы бар, соны қолданып жасай беріңіздер. Арасына майонезіміз бен тұзды себуді ұмытпаймыз достар. Енді осының үстінен қайнатылған жұмыртқамызды үккішіміздің майда көзінен өткізіп қосатын боламыз. Жұмыртқа бізге салатымызға өте нәзіктік пен жұмсақтық беріп тұратын болады достар. Үстіне бір тегіс етіп орналастырып шығатын боламыз. Енді осы жұмыртқамыздың үстінен менде осындай қатты сыр үккіштің майда көзінен өткізіп бетіне себетін боламын, ерекше дәм беру үшін. Немесе егерде сіздерде жоқ болатын болса, сеппесеңіздер де болады достар, жұмыртқаның өзі де жеткілікті. Арасына тұзымыз бен майонезді себуді ұмытпаймыз. Жаңағы үккіштен өткізген сырымызды бетіне біркелкі етіп, әсемдеп бетін жауып шығатын боламыз осы сырдың көмегімен. Достар, біздің салатымызда дайын, енді шетіндегі формаларын ала берсек болады. Біздің салатымыз өзінің формасын ұстаған, өте әдемі, сәнді, дастарханымыздың көркін ашады. Өздеріңіздің қалауларыңызша бетін дәл осылай сәндеп қойсаңыздар болады. Мен жаңа жылдық мерекесіне орай дәл осылай укроптарды пайдаландым. Бетіне укроптардың барлығын жауып шығатын боламыз. Ал сіздер өздеріңіздің идеяларыңызға қарай тоже бетін әсемдеп, сәндеп шықсаңыздар болады, немесе осы жерде виноградты қолдансаңыздар да болады. Сәндік үшін дәл осындай черри помидорларын пайдаландым достар. Менімен бірге видеоның соңына дейін тамашалағандарыңызға сіздерге көп рахмет. Егер де менің видео рецептім сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде отбасыларыңызға жасап беріп, менімен бөлісуді ұмытпаңыздар достар. Ал мен сіздермен келесі кездескенше қоштасамын. Сау болыңыздар.